Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал бүгінгі видеода хамир хасиб деп аталатын дәмді тағам дайындаймыз. Бізге қажет ингредиенттер: қамырына ұн, жұмыртқа, су, тұз қажет болады. Салмасына тартылған ет, пияз, күріш қажет болады. Ең алдымен күрішті жақсылап жуып аламыз, кейін үстіне ыстық су құямыз. Жартылай шала етіп суға пісіріп алсаңыз да болады. Мен әдеттегідей оңай жолын таңдадым, осылай суға бұқтырып қоямын. Енді қайнаған су емес, жай ыстық су құйдым. Қамырын дайындау үшін суға тұз саламыз, араластырамыз. Жұмыртқа мен суымызды қосып, мантыға секілді орташа тығыздықта қамыр илейміз. Қамырды бірден илеп кетпеймін, біріктіріп. Ең алдымен сұйықтықты ұнға бір келгі етіп таратамын. Шетіндегі барлық ұндарды жинаймыз. Сонда қамырымыз оңай бірігеді, тіпті аса илеудің де қажеті болмайды. Отбасыңыз үлкен болса, бұл тағамды барлық ингредиенттерді 2 еселеп дайындаңыз. Енді қамырды салмасын дайындағанша пакетке салып қоямыз. Пиязды ұсақтап тураймыз, күрішті қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка қосамыз. Егер жақсы көрсеңіз, зира, кориандр қоссаңыз болады. Етім орташа майлылықта, сол себепті 3 ас қасықтай сұйық май қосуды жөн көрдім. Қамырымызды тағы бір қайтара дөңгелектеуіміз керек. Аз уақыт тұрған соң құрамындағы гликовина жұмыс істей бастады. Нәтижесінде бір тегіс, әдемі, осындай эластичный қамыр шығады. Енді тағы пакетімізге орап, 10-15 минут уақытқа қалдырамыз. Осы уақыт өткен соң оны жаюды бастаймыз. Оның көмегімен барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыз. Мантының қамырымен салыстырғанда жұқа болуы керек. Бұл тағамды голубцев тесте деп атайды, немесе түріктердің далмасын еске түсіреді. Алайда бұл өзбек халқының тағамы, дәмі ерекше, жоғарыда аталғандардың ешқайсына ұқсамайды. Сол себепті міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Осындай 4 бұрышты қамыр бөліктерін үлкенірек етіп кессеңіз болады. Маған кез келген тағамның осындай кішірек нұсқасы ұнағандықтан кішірек етіп кестім. Қамырдың бір бөлігін алып, салмасын салып, формасын келтіремін, ал қалған қамырларды кеуіп қалмау үшін жауып қоямын. Осылай қамырдың бір жақ шетіне 1 шай қасықты толтырып, салмасын саламын. Видеода көрсетілген әдіспен ораймыз.